Ай мектеп. Сәндік қолданбалы өнер. Аға, сәндік қолданбалы өнер деген не? Аты айтып тұрғандай, күнделікті тұрмыста өзіміз қолданып жүрген бұйымдар. Бұл заттарды шеберлер өз қолымен жасап, сәндеп әшекейлейді. Неліктен олар мұражайға қойылған? Сәндік қолданбалы өнер бейнелеу өнерінің бір түрі. Бұл өнер түрінің басты мақсаты біздің тұрмысымызды безендіру. Мұражайға осы өнердің үздік үлгілері қойылған. Қандай әдемі, расымен үздік үлгілер екен. Қандай әдемі кілемдер, тұс киіздердің түрі қандай көркем, текеметтің оюы қандай әсем. Иә, бұл бұйымдар шебер кестеші, мықты тігінші, тоқмашылардың қолынан шыққан. Олар кілем, текемет, сырмақ, тұскиіз, алаша, бау, басқыр, аяққап сияқты бұйымдарды ою өрнекпен көмкеріп, үй ішін сәндеген. Аға, аяққап және басқыр деген не? Міне мынау аяққап. Қазақтың жол жүргенде ыдыс-аяқ салатын сөмкесі. Ал мынау басқыр. Киіз үйді әшекелейтін тоқыма бау. Мына жиһаздардың оюын қараңызшы. Қазақтың үй жиһаздары: асадал, ағаш төсек, сандық, ағаш шеберлерінің қолынан шыққан. Оларды ағаштан жасап, сыртына ою ойып, күміспен қаптап, асыл тастармен немесе сүйекпен безендіретін болған. Асадал деген мынау екен ғой. Ішіне ыдыс-аяқтар тізіліпті. Мынау тегене, мынау торсық, мынау шөміш, мынау ожау, мынау ағаш қасық, мынау саба, мынау астау, мынау табақ, мынау самаурын, мынау шәйнек, мынау кесе. Түсінікті, ыдыстарды көбіне ағаштан жасаған екен. Тек торсық пен саба теріден жасалады екен, иә? Иә, торсық пен сабаны терилеушілер теріден жасап, сыртына ою өрнектерді батырып салады. Мына қылышқа қараңызшы. Қынына асыл тастар орнатып, сәндеп қойыпты. Иә, қазақтар батырдың бес қаруы деп садақ, мылтық, найза, қылыш, айбалтаны айтатын болған. Осы қару-жарақтарды сом темірден төске салып, иіп, ұсталар соғатын болған. Мына ер тоқымға қараңызшы. Оны да ұсталар жасаған болса керек. Қазақтардың әшекейлеу шығармашылығында ер тоқымның алатын орны ерекше. Ер тоқымды жасау үшін ағаш шебері де, ұста да, зергер де болу керек. Шеберлердің бірі ердің соқа басын жасайды, екіншісі ағаштан ер шабады, үшіншісі былғарыдан, киізден тоқым тігеді, төртіншісі қоладан үзеңгі құяды. Үзеңгі деген не? Міне, мынау үзеңгі. Үзеңгіні атқа міну үшін, ат үстінде орнықты отыру үшін қолданады. Бұл ерді аттың үстінде жылжытпай ұстап тұратын өмілдірік, құйысқан, айыл деген ат әбзелдері. Әдемі екен. Әрине, жайшылықта оларды тек қайыстан жасайтын болса, сәнді ат әбзелдерін темір, күміс, алтынмен көмкеріп, қосымша шашақтар тағады. Аланаға, неге бірнеше ер тоқым қойған?
Ердің жасалуына қарай оның бірнеше түрі болады. Мысалы, мынау қазақы ер, мынау күміс ер, мынау құранды ер, ал мынау балаларға арналған ер. Оны ашамай деп атайды. Ал мына сандықтың ішіндегі әшекейлерге қараңызшы, қандай әсем. Енді бұларды сізге мен таныстырайын. Мынау сырға, мынау жүзік, мынау сақина, мынау білесік, мынау алқа, мынау шашбау, мынау шекелік, мынау белдік. Жақсы біледі екенсің. Бұл бұйымдар зергерлердің қолымен жасалған. Зергерлер түрлі металдардан, асыл тастардан әшекей бұйымдарды жасайтын шеберлер. Жүр, өзге де қолөнер бұйымдарын көрейік. Сіз бара беріңіз. Мен мына бұйымдарды тамашалай тұрайын. Иә, сен мұнда ұзақ тұратын сияқтысың ғой. Қайталайық. Сәндік қолданбалы өнер. Сәндік қолданбалы өнер бейнелеу өнерінің бір түрі. Бұл өнер түрінің басты міндеті біздің тұрмысымызды безендіру. Кестеші, тігінші, тоқымашы секілді шеберлер кілем, текемет, сырмақ, түскиіз, алаша, бау, басқұр, аяққап сияқты бұйымдарды ою-өрнекпен көмкеріп үй ішін сәндеген. Аяққап қазақтың жол жүргенде ыдыс-аяқ салатын сөмкесі. Басқұр киіз үйді әшекелейтін тоқыма бау. Ағаш шеберлері асадал, ағаш төсек, сандық секілді үй жиһаздарын жасайтын болған. Оларды ағаштан жасап, сыртына ою ойып, күміспен қаптап, асыл тастармен немесе сүйекпен безендіретін болған. Ұлттық ыдыстардың атаулары тегене, торсық, шөміш, ожау, ағаш қасық, саба, астау, табақ, самаурын, шәйнек, кесе. Ыдыстар көбіне ағаштан жасалған, ал торсық пен саба теріден жасалады. Темірден бұйымдар жасайтын шеберді ұста дейді. Ұсталар қару-жарақ, ат әбзелдерін, басқа да үй жабдықтарын жасайды. Түрлі металдардан, асыл тастардан әшекей бұйымдарды жасайтын шеберлерді зергер дейді.